Міне қуыршақ, міне ойын. Бізде әлі мұндай қуыршақтар мен оларды саудалайтын қулар бар. Қуыршақ, ол сөйлей алмайды, өз тағдырын өзі таңдай алмайды. Ал егер қуыршақ адам болса ше? 1920 жылдар қазақ даласы. Қыз махаббат емес, сауда заты. Бағасы бар, келісімі бар, сатушысы бар. Тек таңдауы жоқ. Әуелі көр, қолайыңа жақса, көріп тұрмын, құнтақты қолдың жасаған қуыршағындай бала екен. Тек саудасына келіссек, 1000 сом бер. Жоқ, 1000 сомнан артық бере алмаймын. Онда бір ат қос. Сауда бітті, қой сойылды. Бабасқа 700 сом өтті. Қыз Әбдірақамның қойында пұлы берілген. Бірақ бір күн келеді. Үнсіз қалған адам сөйлейді. Ырзалығым жоқ. Бұл бәленің қайдан жабысқанын білмеймін. Ажыратыңыз, бостандық. Ырзалығым жоқ. Осы бір сөз еркіндікке басталған қадам еді. Қуыршақ, әйелдің теңсіздігі туралы ғана емес, адам өмірінің қадірі туралы шығарма. Өткеннің шындығы бүгінге сабақ. Ильяс Жансүгіров, қуыршақ. Қуыршақ кім? Ойын кімнің қолында?